Видео басылмас бұрын сіздерден кешірім сұраймын, өйткені көп уақыт бойы видео шығарған жоқпын. Енді көп шығаруға уәде беремін. Кеттік. Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Карлсон, және мен бүгін сіздерге физикалық құбылысымды айтатын боламын. Яғни менің жарты миым және сүйегім жоқ. Сіздер таңғалатын шығарсыздар, қазір мен бәрін дұрыстап айтып беремін. Мен дүниеге келгенде барлығы жақсы болатын. Басымда аман болатын, ешқай жерім ауырмаған, бірақ 14 жасымда мен жаман компанияға кіріп, арақ, темекі және басқа да жаман нәрселермен айналыстым. Және мен сол 14 жасымда бір адамның көлігін ұрлап кеттім. Әрине, осындай жағдайларда бүкіл нәрсе жаман аяқталады. Я, солай болды. Мен көліктің терезесінен ұшып кетіп трассаға соғылдым және өзімнің басымды жарақаттадым. Дәрігерлер өте таң болды, өйткені менің жарты миымды алып тастады. Мен өзімнің миымның жартысы жоғына қарамай адамдармен сөйлестім және мейірбикелерімен араластым. Олар өте таң болды, ал мен бұда ешқандай таңғаларлық нәрсені байқаған жоқпын. Өзімді өте жақсы сезіндім. Сөйтіп мен өзімнің жарты миымсыз түскен фотоларымды интернетке сала бастадым. Көрі адамдар бұл фотошоп әлде фотошоп емес пе, соны анықтай бастады. Ешкім түсінбеді, ал мен өзімнің жарты миым жоқ екенін білдім. Сіздер мені Google'дан таба аласыздар. Жай ғана интернетке Карлос Родригес деп жазсаңыздар болды. Мен өзімнің миымның жоқтығына қарамай темекі, араққа және басқа да жаман нәрселерге әуес болдым. Әрине, мен бұны сіздерді қайталасын деп айтып жатқан жоқпын, жай ғана бұл менің жолым. Сондықтан да өздеріңізді сақтап жүріңіздер.